Қыздарға зорлық қашан басталады? Анасының жатырында жынысы анықталған кезде. 60% әкенің генетикасын қыз бала таратады. Әйел білімді болған сайын ол дүниеге келетін бала саны азаяды деген. Бәріне үлгереміз. Жұмыс істеп те, білім алып та, бала туып та. Қанша миллион қазақ қызы дүниеге келмей қалды. Себебі ұлтуар болмас үшін. 2050 жылға қарай зумерлардың 50% отбасылы болмайды деген зерттеу бар. Феминист-лесби, еркек шора, өте агрессивті әйелдер дейді. Қыздар арасында достық жоқ. Ұл таппасан тоқал алам деп қорқытады. Қазақ қоғамы тоқалдар басқаратын қоғам. Армысыз көрермен, бүгін әйел құқығы, әйел болмысы жайлы әңгіме етеміз. Студия қонағы белгілі фембеке, заңгер, гендерлік эксперт Айгерім Құсайынқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіз. Әйелдің бүгінгі қоғамдағы орны қандай? Қазақстандағы әйелдің? Жалпы әйелдің орны қайда, немесе қандай деген сұрақты кім қояды деген сұраққа көңіл аударайықшы. Кім қояды екен? Көбінесе еркек азаматтар. Себебі әйелдің орны қандай деген сұрақты біз ер азаматқа қоймаймыз. Немесе ер азаматтың орны қайда, асханада деген пафосты стейтментті біз айтпаймыз. Себебі бұл әйелге деген заттық объективизацияның нәтижесі, салдары. Яғни әйел еркектің қабырғасы, әйел еркектің кеңесшісі, көлеңкесі, жетістікке жеткен еркектің артында бір әйел тұрады деген біздің санамызға сіңіп қалған мақалдардың нәтижесі ретінде біз үнемі осындай сұрақты қоямыз. Әйел қайда, әйел қай жерде? Біз бұған гендеристер ретінде айтатынымыз, әйелдің орны өзі қалаған жерде. Ол үйдегі төр болуы мүмкін, ол саясаттағы төр болуы мүмкін, ол жай ғана перзентханадағы 12-ші баласын дүниеге келіп жатқан ана да болуы мүмкін. Яғни әйел өз орны қайда екен, өзі анықтау керек. Оған қоғам сен әйел болғандықтан асханада отыр, сен әйел болғандықтан мектеп директоры бол деп айтпау керек. Феминизм жайлы, жалпы ол таңдау жайлы. Әйелдің таңдауы не? Осы жайлы. Қазақстан қоғамы сіздің пікіріңізбен келісе ме екен? Таңдау жайлы деп айтсақ, келіседі деп ойлаймын. Егер жоқ, әйелдің орны асханада емес десем, түсінікті, агрессивті түрде қабылдайды. Бірақ біз феминизмнің бірнеше тарау болғандықтан, феминистер жайлы жалпы жауыр болған жалған ақпараттар көп қой. Ол әйелдерді бұзушы, қазақ отбасын, айранда ұйыған қазақ отбасын бұзушы жоқ. Жай ғана айтамыз, әйел сенің құқың бар, сенің қалауың бар. Бір сәт ойланып көр. Сен тек асханада отырып қалма, сенің қолыңнан бәрі келеді. Осындай қанаттандыратын сөздерді айтатын феминизмде толқыны бар. Бірақ ол көп жағдайда медиада берілетін агрессивті феминизмнің көлеңкесінде қалып қалатыны өте өкінішті. Айгерім ханым, сіз батыста білім алдыңыз, иә? Иә, Канадада. Батыстың ықпалы бар ма сіздің осылай деуіңізге? Бар деп ойлаймын. Енді мен сол жақта фундаменталды білімді бакалаврда Қазақстанда оқып кеткенімен де эксперт ретінде қалыптасуыма, адам құқығына қайта басқа ракурстан қарауыма, әлбетте ол жақтағы адам құқығы маған әсер етті. Яғни қаншалықты ол жақта адам құқығы тек қағаздағы дүние емес, еркіндік, таңдау, өзіңіздің қалаған дүниеңізді саясатқа айта білу, сізге ұнамаған дүние көшеге шығып мәселені шешу, немесе жай ғана адамдардың өзара сыйластығы, эмпатиясы, шекараны бұзбау, бір-біріңізге күнделікті комплимент айту, осындай бір қарапайым микроэлементтерден құралатын адам құқығын мен оны Канададан көрдім. Әлбетте ол мен тұлға болып қалыптасуыма әсер етті. Және менде мынандай сұрақ болды. Неліктен Қазақстанда осылай жасамасқа? Иә, біз Қазақстанда бәріміз конституцияны жақсы білеміз, 30-ші тамызда мейрам ретінде атап өтеміз. Бірақ та сол конституциядағы баптарды біз қаншалықты күнделікті өмірімізде қолданамыз? Таңдау құқығы, жеке өмір сүру құқығы, құпиялық құқығы, қаншалықты еркіндікті біз түсінеміз. Енді тарихқа оралатын болсақ, кезінде Гаухар батыр, Томирис бар, қазақ қызы атқа шауып елін қорғаған батыр болған. Кейін бір батырма басылды да бізге қазақ әйелі үйде отыру керек, көзін көтермеу керек, ер адам қалауынша бала табу керек, тоқалға келісу керек деп бізге соны санамызға сіңіріп қойды. Қай уақытта осы біздің қоғам ояна бастады? Қазір қарасақ еркін қыздар көбейіп жатыр. Қазақ әйелінің жалпы тарихы ол Қазақстанның тарихымен тікелей байланысты ғой. Біз Қазақстан тарихы отарланған деп айтқан кезде мен айтам, ал қазақ әйелі 2 есе отарланған. 1731 жылы Қазақ хандығы Ресей империясына қосылуға келіскен кезде біздің жеріміз отарланды, біздің санамыз отарланды. Қазақ ұлты өзге ұлттың бір құрамдас бөлігі деген сана тек қана ер азаматтарда, әйелдерде пайда болған жоқ.
қазақ хандығы еркек азаматтарды отарлаған кезде сен менің меншігімсің деп әйелдерге де сол позиция қолданыла бастады. Яғни әйел еркектің отарына айналды. Яғни тәуелсіз бола алмады, қалауын айта алмады. Біз бұл кезде қай кезеңмен салыстырамыз соған байланысты? Томиристің кезеңі мүлдем басқа кезең, Гаухардың кезеңі, немесе Назипа Құлжановалардың, алашордалықтардың барлығы феминист десең, кейбір әдебиетшілер келіспейді. Бірақ барлық алаштанушы жазушылар, Әлиханнан бастап Ахметке дейін барлығы әйел, қазақ әйелінің құқығы үшін күрескен. Біз сәл сол ізді жалғастырушымыз. Біз жоқтан бар болмадық. Ньютон айтатындай, егер мен биік жерде тұрсам, мен алдыңғы толқынның иығында тұрғаным деймін. Яғни қазіргі қазақ еркек әйелдерінің еркін болуының себебі сол кезде Спандияр Көбеевтің Қалың малды жазуы, сол кезде Міржақыптың Оян қазақты жазуы, тура 100 жыл бұрын кімнің Мұрат Әуезовтің Қорғансыздың күнін жазуы, және ол әлі күнге дейін жаңалықтарды қайталанып жатуы, ақбілектердің әлі де болуы, бірақ оның есімдері жай ғана ақбілек емес. Сол үшін біз айтып жүрген дүние ол жаңалық емес деп ойлаймын. Ол бұрынғының жалғасы. Қазақи формада, қазақи нақышта біз түсіндіргіміз келеді, айтқымыз келеді. Қазақ әйелдері ешқашан бодан болмаған. Иә, біздің көрші елдерімізде, мен кемсіткен емес, мысалы Өзбекстанда паранжамен күресіп жатқан кезде қазақ әйелдері білім алып жүрді. Қазақ әйелдері үнемі кеңесші болды, саясаткерлердің кеңесшісі болды. Ол Дулат Исабеков жазып кеткен тек қана бөрте спектакліндегі бөртенің образы ғана емес. Ондай қазақ әйелдер болды. Жай ғана олар тарих оқулығына кірмей қалды. Міне бұл әділетсіздік. Біз айтамыз, неге тарих оқулығында әйел бейнелері өте аз? Мені қанаттандырады, неліктен тек қана Әлия мен Мәншүк және Ләззат Асанова болу керек? 30-дарына жетпей өліп кеткен. Мен ол әйелдерден үлгі алғым келмейді. Мен соғыста өлгім келмейді. Мен баламның соғысқа барғанын қаламаймын. Мен толыққанды бақытты өмір сүргім келеді. Бақытты болғысы келетін әйел адам Қазақстанда тарихта оқулығынан өзін таба ала ма? Таппайды, өкінішке қарай. Жалпы ол батылдық біздің қанда бар, еркіндік. Себебі тарихты алсақ, түріктердің, татарлардың, Кавказ ұлттарының аңыздарында батыр қыздар туралы аңыз әңгімелер аз. Мүмкін біз білмейтін шығармыз. Бізде көп. Бізде ролевой модельдер бар, былай қараса. Тіпті шалбарды ең алғаш киген әлемде ол көшпенді қазақ қыздар саналады. Біз өкшені ойлап тапқан каблукты көшпенді қазақ қыздары саналады. Фэшн әлемде, жалпы әлемдегі қазір сән үлгісінің көбісі көшпенді әйелдердің өмір салтынан қалыптасқан. Себебі біз ешқашан ұзын қос етек көйлек киіп жүрмедік, сызылып, Қыз жібек фильміндегі жібектің айналасындағы қыздар сияқты. Ол идеология, ол советтік идеология болды. Біз соны түсінуіміз керек. Қазақ әйелдердің барлығы тек қана сызылған, ер азаматтың тыңдайтын образ болған жоқ. Олар үнемі батыр болды, жауынгер болды. Аңырақай шайқасына да тек қана батырлардың емес, әйелдердің үлесі болды. Сол кезде ошағын сақтап қалған. Яғни батырлық деген сөз, ол тек қана отбасын сақтайтын батыр әйел емес, ол ер азаматтың кеңесшісі болатын, қанаты болатын, өзін мен тең сезінетін, кем емес. Осындай әйелдердің образын КСРО көрді. Оларға саясат ұнамады. КСРО 1924 жылы қабылдаған заңдардың бірі полигамияға және қалың малға қарсы еді. Полигамия қазақ қоғамында норм саналды, ол тек қана Абай жолындағы образ емес, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны емес. Бізде әдебиетте ондай көп. Полигамия және қалың мал. Спандияр Көбеев Қалың мал романын жазған кезде бұл қалың малдан бас тартайық деген романдағы месседж КСРО-ның саясатының салдары еді. Егер Спандияр Көбеев қалың малға қарсы шықпаса, ол мемлекеттік жазушы атағын алмас еді. Әбілқайыр емес Әуезов, егер Құнанбайдың бейнесін әке мен баланың татуластығы, ислам мен зайырлының, жаңа мен ескінің күрес етіп көрсетпесе, Ленин сыйлығын алмас еді Әуезов. Яғни біз осындай әдебиетке тараз тұрғысынан қарауымыз керек деп ойлаймын. Немесе Қодардың бейнесі, ол саяси дүниемен жазылған. Және әдебиеттің басты меніңше мақсаты 20 ғасырда қазақ әдебиетінен жасырын символдарды көре білу және оны айта білу. Біздің әдебиетте меніңше жасырын символдар өте көп. Кремльдің цензурасынан өту үшін жасалған. Тіпті менің атым Қожа фильмінің өзінде де Бердібек Соқпақбаев өте көп қазақи антисоветтік дүниелерді айта білген. Біз бірақ соны көре біліп жүрміз бе? Басқа мәселе. Сол саясатты жазатын, сол марапаттарды тағайындайтындар ол ер азаматтар. Әйелдің басына не өтетін? Әйел бала туғаннан кейін қандай депрессиядан өтетіндігін ер азаматтар ешқашан түсінбейді, және олар оның үшін кінәламау керек. Олардың өмірлік тәжірибесі басқа. Мен қазақ жігіттерін армияға барған кезде қандай әлімжеттіктен өтетінін ешқашан түсінбеймін. Себебі басынан өтпеген. Сол үшін біз осы жерге келгенде келісімге келіп алуымыз керек, консенсус. Біздің тәжірибеміз әртүрлі, бірақ мақсатымыз ортақ. Ол зорлықпен күрес. Және қабылдау керек біз бір-бірімізді. Бір-біріміздің әртүрлі екенімізді қабылдауымыз керек. Сіз жатыр менікі ұстанымын үнемі айтасыз. Соны түсіндіріп беріңізші көрерменге. Жатыр менікі деген кезде жалпы феминизм бірнеше толқыны бар, ол тек ақш-тағы емес, ғылымдағы. Сонда 60-шы жылдардағы феминизм екінші толқын айтады. Мое тело, мое дело деген он бар. Менің тәнім,
менің таңдауым, менің жатырым, менің мәселем деген сөз. Жатыр мәселесі ол абортқа қарсы саясат. Яғни Трамп айтады, өкінішке қарай, сенде жатырда бала пайда болса, сен оны қаламасаң, сен аборт жасасаң, бұл қылмыс дейді. Бұл балаға жасалған қылмыс, сен жатырындағы адамды өлтірдің деген көзқарас бар. Бірақ та феминистер айтады, жоқ, ол жатырдағы баланы 9 ай, 9 күн көтереді мен өзім болғандықтан, мен оған жауапкершілікті өзім аламын. Сол үшін мен өзім білем, аборт жасаймын ба, жасамаймын ба, child free боламын ба, мүлдем баладан бас тартқан, көп балалы ана боламын ба 30 жасында, бұл менің таңдауым дейді. Жатыр мәселесі, жатыр деген сөзден қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі бізге ғасырлар бойы әйел еркектің қабырғасынан жаратылған деген кезде біз қабырға деген сөзді негатив қабылдап кеткен жоқпыз ғой. Неге азаматтар жатыр деген сөзден сонша ұялады? Бәріміздің шыққан жеріміз жатыр емес пе? Ол ең қасиетті, ең жылы дүниелердің бірі. Тіпті петроглифтерге қарасаңыздар, Қазақстанда біраз петроглифтерде жатырдың суреті жасалған, және ол өмірдің бастамасы, ең жылы мекен саналған. Демек сіз абортты қолдайсыз, иә? Демография үшін уайымдамайсыз, онсыз да аз қазақпыз. Біріншіден, демография мен жалпы гендеристика бір-біріне қарсы емес, осыны түсінуіміз керек. Бірақ та бірнеше зерттеулер бар. Әйел білімді болған сайын, ол дүниеге әкелетін бала саны азаяды деген. 1980 жылдан бастап дүниежүзілік банк осын дәлелдеп келеді. Бірақ білесіз бе, осы дәлелдемеге қарсы тұратын үнемі бір екі мемлекет бар. Израиль мен Қазақстан. Біздің әйелдеріміз өте білімді, жоғары білімі бар, бірақ бір әйелге қазір Қазақстанда орта есеппен 3,2 баладан келеді. Керемет. Бәріне үлгереміз, жұмыс істеп те, білім алып та, екінші маусымға да үлгереді, депутат болып та, көп балалы ана болып та, министр болып та үлгереді. Ол қазақ әйелінің болмысы деп айтуға болады, бірақ та ол ерте ме кеш пе выгоранияға алып келуі мүмкін. Оны психологтар ескерту керек деп ойлаймын. Яғни ол сіз үшін бізде пропаганда бар, мысалы әлеуметтік желіде мен барлығына үлгеремін. Мен клининг шақырмаймын, мен 5 балам бар, жұмыстан келемін, 8 сағаттық 4 сағат үйде тегін жұмыс жасаймын, мен бәрін үлгеремін. Бұл жақсы үлгі емес. Себебі сіз ерте ме кеш пе психиатрдың алдынан жылап бірақ шығатыныңызды біз алдын ала бұл жау айтамыз, және үлгі болатындай дүние емес. Барлығына үлгеру міндетті емес. Сіз 40 аяқ емес, сіз 40 аяғыңыз бар. Сіздің 2 қол, 2 аяғыңыз бар, дәл күйеуіңіз сияқты. Анасыз, сізде бос уақыт болу керек, сізде демалатын уақыт болу керек. Барлығына үлгеруге тырысуға, тырнақшаның ішінде жақсы ана болуға тырыспау керек. Себебі жақсы ана, жақсы әйел болуға тырысу марафонында жүріп, күйіп кетіп жатқан, депрессияға шығып жатқан әйелдер өте көп. Жақсы әйел, жақсы ана деген образды патриархат біз үшін ойлап тапқан. Біз бәріне үлгеруіміз үшін. Біз осыған қарсы шығамыз, сол үшін біз әлбетте көпшілікке ұнамаймыз. Дәл осы ұстанымды зумерлар ұстанады ғой. Олар үшін байқасақ, отбасы құндылығы жоқ сияқты, және араларында сол child freelар көп, яғни саналы түрде бала туудан бас тартушылар. Зумерлар өздерін ренжіткізбейді, не күйеулеріне, не енелеріне. Зумерлар бала өте қымбат екеніне көз жеткізеді. Бала ұрпақ жалғасы емес, бала ақшаны қажет ететін бөлек тұлға. Ақшаны қажет ететін. Әрине, бала туу өте қымбат болып келе жатыр қазір Қазақстанда. Неге? Қараңыз, біз балаға 20 ғасырдың соңына дейін ұрпақ жалғасы міндет деп келдік. Қазақтың санын көбейтемін деп, бірақ қазір қазақ халқының реалист болайық, 60% қалада тұрады. Қалада бір баланы дүниеге әкелу үшін сізде жеке пәтер болу керек. Баланы жақсы балабақшаға, жақсы мектепке бергіңіз керек. Алматыдағы жақсы мектептер неше миллион теңгеден басталады. Жылдық ақысы 3-4 миллион теңгеден. Сіз балаңызды жақсы мектепке бергіңіз келеді. Сіздің табысыңыз қандай болу керек? Алматыдан, Астанадан 3 пәтерлі үй алып, балаңызды жақсы мектепке бару үшін. Кем дегенде жалақыңыз айына 4-5 миллион болу керек. Еңбек нарығында бізде орташа жалақы 340 мың. Менің қалауыммен қоғамның маған ұсынаты сәйкес келмесе, мен біреуін құрбандыққа шалуыма тура келеді. Ол не бала тууды кейінге қалдыру, немесе елден көшіп кету, немесе child free болу, немесе бала туғаннан кейін тегін няня деп ата апасын ауылға апарып тастау. Бізде жыл сайын Қазақстандық отбасы деген ұлттық баяндама шығады. Сол жерде отбасының бізде өте үлкен трансформация жүріп жатыр Қазақстанда. Тек Қазақстанда емес, әлемде. Яғни бала саны азайып келеді, ол түсінікті. Біз демографиялық ойысқа келе жатырмыз. Екіншіден, балаға біз тек қана ұрпақ жалғасы деп романтикалық тұрғыдан қарамаймыз. Біз оған инвестицияны, уақытты, ақшаны қажет ететін менің проектім. Ол менің жобам сияқты. Мен оған жауаптымын ата-ана ретінде. Яғни саналы ата-анаға келе жатырмыз. Бұрынғыдай бір бала тусан, бір қозы тусан, бір шөп артық шығады деген капитализмде жұмыс жасамайды. Сіз кімге айтасыз олай? Мен бір бала тусам, менің бөлмемде 3-ші бөлме пайда бола ма? Сиқыр ретінде? Әлбетте жоқ. Капиталистік қарым-қатынас түсінеміз. Әр қадам ақшаны, жауапкершілікті, саналы дүниені қажет етеді. Сол үшін балалы болу қымбат. Бүкіл әлемде балалы болу өте қымбат. Мен миллениал ретінде зумерларға жаным ашып отыр. Оларда сонда экономикалық сұрақтар бірінші орында тұр. Ал адами ше, баланы сүйіп қалау.
мынандай өте бір қорқынышты зерттеу шықты. Мен соңғы 1-2 сұхбатта айтып жүрмін, ақш-та жүргізілген. 2050 жылға қарай зумерлардың 50% отбасылы болмайды деген зерттеу бар. Қорқынышты. Еуропада 40% дейді, ақш-та 50% дейді. Олар отбасы құрудан неге бас тартады дейтін болсақ, бірнеше жауаптар бар. Ол еркіндік. Олар айтады, неге маған отбасы қажет? Мен өзім ақ бақыттымын. Мен саяхаттап, әлем көріп жүре беремін, гедонистік өмір саясатын ұстанамын деп. Миллениалдарға олар бізге қалай қарайды? Сіздер соғысты көрген ұрпақтың жалғасыздар. Сіздер үшін дүние бала әкелу өмірлік миссия. Бірақ бала әкелудің не қажеттілігі бар? Егер мемлекет ол балаға жақсы білім бермесе, жақсы денсаулық бермесе, халық саны планетада 8 миллиард деген, оларда сәл басқаша көзқарас бар. Жылына аштықтан өліп жатқан балалар көп Африкада. Мен не үшін бала туамын? Неге соларды асырап алмаймын деген көзқарасты ұстанатындар да өте көп. Сол Еуропада, ақш-та, бізде ол сәл жат пікір саналады. Сол үшін меніңше отбасының трансформациясына біз трагедия ретінде емес, адаптациялану үшін де қарауымыз керек, біз оларды түсінуге тырысуымыз керек. Балалы болмаймын десең, негізгі өмірдің бақыты балада ғой деп айтудың өзі газлайт. Өйткені бүкіл өмірдің бақытын, міндетін балаға тіреп қою, ол сіздің өз-өзіңізді жоғалту деп ойлаймын. Немесе кеше ғана мынандай дүние көріп қалдым. Шерханның анасын мен барлық медиада салып жатыр ғой. Сұлу деп. Сұлу, әдемі, өз-өзі атлайн деген қыз деген сияқты. Осы жерде Шерханның анасының өмірлік миссиясы ол Шерхан деп жазыпты. Нағыз құнсыздандыру. Яғни сіз ананың миссиясы ұлды дүниеге әкелу, қазақ халқын қуантып қойған бір ұлды дүниеге әкелумен әйелдің өмірлік миссиясы аяқталмайды. Міне патриархат, міне сексизм. Біз әйелдерге осындай баға береміз, иә? Президент болма, президент болатын ұл ту. Бастық болма, бастық болатын ұл ту. Міне патриархалды көзқарас. Біз неге әйелдің өзін айтпаймыз? Өзің президент бол. Мен керісінше ол Сәуле ханымның парақшасына кіріп сондай сүйсіндім. Ол жан-жақты дамып жатқан тұлға. Иә, керемет ол ана. бақытты, ол өзін тапқан, және бақытты анадан бақытты ұрпақ туады. Әкелер қайда деген бір сұрақты көріп қалдым. Иә, көп болды сол сұрақ. Әкелер қайда деген. Осы сұраққа қазақ қоғамы дайын болу керек деп ойлаймын. Өкінішке қарай бізде әкесіз өсіп жатқан отбасылардың саны артып келе жатыр. Ол әкелерге айтылатын тек қана Стромаяның әніндегі, Уте папа деген әні бар ғой, өте трагедиялық ән. Бірақ та аудармасы жетім баланың әке сен қайдасың, мен сен қалаған кезде қайдасың. Әке болу, баланы дүниеге әкелу оңай әке ретінде, бірақ та әке болу үлкен миссияны қажет етеді. Және қазақ қоғамында қазір өте жақсы тенденция келе жатыр. Былтыр ғана ЮНИСЕФ-тің зерттеуі шықты. 2015 жылы қазақ әкелерінің 6% баланың тәрбиесіне қатысыпты. Қазір 18% қазақ әкелерінің бала тәрбиесіне қатысады екен. 10 жылда бізде 3 есе артқан. Яғни бала тәрбиесімен айналысатын, баласын мектебіне апарып тастайтын, ата-аналар жиналысына қатысатын әкелер артқан. Мен осыған қатты қуанам. Бұл керемет тенденция. Жас әкелер, миллениал, зумер әкелер түсінді. Себебі кезінде 90 жылдары өздерінің әкелерінен айырылып қалған ұрпақ ол қатені қайталағысы келмейді. Себебі тоқырау жылдары біз әкелерден айырылып қалдық. Жасырмаймыз, аналарымыз ала сөмке ұстап базарға шығып кеткен кезде маскүнем болып диванда жатқан әкелерді көрген ұл балалар, мен әкемдей болмаймын, мен баламның тәрбиесіне қатысам деген әкелер қазір жаңа жас толқынды қалыптастырып келе жатыр. И ол бізді қуантады, иә? Иә, керемет тенденция. 18%, болашақта 30-40-50%-ға да жетіп қалады деген үміттемін. Егер ер адам отбасынан кетіп қалса, баласын асырамаса, баланың тәрбиесіне атсалыспаса, біз оған таңғалмаймыз. Бірақ әйел осылай етсе, ол бірден персона нон грата болады. Иә. Біз ол әйелдің бұл қадамға баруына не итермеледі? Біз оны зерттегіміз келмейді, түсінгіміз келмейді. Бірден оған таңба басып қоямыз. Иә. Бұған байланысты ұғым бар ғой бізде, көкек ана дейді. Иә. Көкек әке деген ұғым жоқ. Көкек әке жоқ. Неге жоқ? Себебі әкені көкекке теңеудің өзі қорлық қой. Яғни көкек құсына еркекті теңеудің өзі қорлық қой. Әйел теңеуге болады. Біздің қоғамда солай. Біз аналарды баласын тастап кеткен үшін тасбауыр дейміз. Әкені тастап кеткен үшін дұрыс, онда еркектен ұрпақ алу керек, ұрпағын көбейтсін. 4 әйел алса да өзі бірсін. Пайғамбарымызда 4 әйел болған деген үлгіні келтіреміз. Бірақ пайғамбардың бала тәрбиесіне қалай қатысқандығын, ыдысын қалай жуғандығын, өз киімін өзі жуғандығын пайғамбардың ол үлгісін неге айтпаймыз? Біз пайғамбарды үлгі келтіргенде тек әйелдің санын айтамыз. Ол кісі үй шаруашылығына қалай қатысқан біз мүлдем айтпаймыз. Және оны алған әйелдері жесірлер, отырып қалған қыздар. Бізде жас 17-18-де қыздар тоқалдық қалады.
өкінішке қарай жаңартады. Иә, бізде және тоқал деген ұғым бір сарказм, әйелдерді құнсыздандыратын ұғымға айналып бара жатыр. Ол да өте қауіпті. Қазақ қоғамы тоқалдар басқаратын қоғам деген сияқты, немесе өте бір анайы сөздерді мен жиі естимін әйелдердің адресіне. Сол кезде мен оларды үнемі қорғаймын. Себебі тоқал институтының қалыптасуы, сұранысы ол әйелдердің кінәсі емес, ол ер азаматтардың кінәсі. Себебі әйелдер еркектер жазған ойын ережесімен ойнауға мәжбүр. Бізге ойын ережесін жазып берген, тоқал боласың немесе болмайсың деп ер азаматтар еді. Әйелдерде таңдау жоқ, олардікі мәжбүрлік. Таңдау болуы мүмкін, бірақ ол көп аз жағдайда. Көп жағдайда олар әлеуметтік қысым бойынша мәжбүр болады. Сол үшін мен бұл жерде әйелдерді кінәламаймын, әйелдерді толық ақтап та алмаймын, бірақ та біз сұрақ қоюымыз керек. Неге ол тоқал болуға келісті? Сіз бір сұхбатыңызда айтып қалдыңыз, мен зорланған әйелді қорғаймын, соны қолдаймын деп. Сонда әйелдердің арасында жала жабатындар жоқ па? Мүмкін мені зорлады деп болды ғой биыл сол кейс. Бар. Шүбәсіз сенем депсіз. Зорланған деген сөздің өзі проблематик. Қазақ тілінде біз зорланған деп айтпаймыз, зорлаған. Яғни зорланған деген кезде біз акцентті кімге түсіреміз? Жәбірленушіге де, зорлаушы адамды ұмытып кетеміз. Зорланған қыз, қорланған қыз, есік көрген қыз, ажырасқан қыз, яғни барлығын әйелді кемсітуге келеміз. Біз тілге көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Зорлаған, біреу оны зорлаған, зорланған емес. Ырықсыз етісті емес. Яғни біздің тілдің өзі кейде осылай қолданып қаламыз ғой. Көп жағдайда келсем, бізде зорлық-зомбылықтың құрбандары еркектер де бар. Бірақ пайыздық жағынан олар аз, жоқ дегенді білдірмейді. Бірақ біз зорлық-зомбылық туралы айтқан кезде біздің көп еркектер былай ойлайды, заң тек әйелдерді жазалайды деп. Жоқ. Абьюзер әйел деген ұғымды да қолданып жүрген қазір психологтар бар. Бірақ мен оған гендерлес ретінде айтатын, жалпы зорлық-зомбылық қашан жүзеге асады? Билік дисбалансы кезінде, яғни күш пен билік кімнің қолында, сол кезде зорлық болады. Күш пен билік кімнің қолында? Қазақстанда емес, билікте емес, әлемде кімнің қолында? Күш дегенмін, ол ақша, қаражат, ресурс ер азаматтардың қолында болғандықтан олар әйелдер жасалған зорлықты біз норма деп қабылдап кеткенбіз. Ал әйелдер Қазақстанда эмоционалды зорлық жасайтын әйелдер бар. Мен оны жасырмаймын, оны жоққа шығармаймын. Бірақ та себеп неге? Ол эмоционалды зорлыққа барды. Бізде бір депутат айтып қалды, әйелдердің тілі ұзын деді. Иә. Тілін ұзартқан кім? Осы сұрақты қойыңызшы. Кім ұзартты тілін? Яғни тойға дейін былай болды, тойдан кейін былай болды, қыздар манипуляцияға барады деген кезде мен сұрақты қойым келеді. Неліктен ол манипуляцияға барады? Себебі сіздерде коммуникация жоқ, сіздерде тең қарым-қатынас жоқ. Сол үшін ол манипуляция баруға мәжбүр. Әйел ашынады, иә. Жалпы Қазақстанға феминистік қозғалысты әкелген сізсіз, қазақ тілді аудиторияға. Мен өз басым солай ойлаймын. Сіздер күрескерсіздер ме? Мен өзім жалғыз деп айтпас едім. Мен алдыңғы буын әпке буындарым бар. Бірінші емес. Батыл айтып жүргенсіз енді оны. Айтуға мәжбүрмін. Айтуымыз керек. Себебі ол үнді өшіруге болмайды. Мен және айтқандай бабаларымыздың, әжелеріміздің дауысын мен жалғастырушымын. Ол Нәзипа Құлжанованың қазақ әйелдерін айтып кеткен дүниесі, ол Алма Оразбаеваның болсын, сол кеше ғана қайтыс болған салыстырмалы түрде Фариза апамыздың айтып кеткен дүниелері қазақ әйеліне батылдығына қатысты. Айтуға мәжбүрлік, бірақ мен етім үйреніп кеткені сондай, мені кейде осы көзқарасым үшін қазақ емес дейтіндер бар. Немесе қазақ отбасына қарсы дүниеге байланысты мен хейт өте көп аламын. Комментарий жеке көп аламын. Еркектерді жек көретін әйел деген лейблді маған беріп қойған. Бұл жерде түсінбеушілік пайда болады. Біз еркектерді жек көрмейміз. Біздің айтатынымыз патриархаттан ер азаматтар да запа шегіп жатыр. Сол үшін біз айтамыз, бірге күресейік. Ер азаматтар біз біргеміз. Біз бөлініп алмаймыз еркек әйел деп. Сол патриархаттан ер азаматтар қалай запа шегеді дейтін болсақ, Қазақстандағы лудоманияға әуес болған еркектердің себебі неде? Патриархалды қысым. Себебі оларға айтады, сен отбасын асыраушысың, отбасын асыра. Ол асырай алмайды, не істейді? Ішімдікке беріледі, эмоциясын. Ойын ойнайды. Ол патриархаттың қысымы ғой. Біз неге осыны айтпаймыз? Неге біз ер азаматтарға да өте көп қысым береміз? Сен жылама, жігітсің. Сен армияға бар, жігітсің. Сен отбасыңды асыра, сен жігітсің. Жоқ, отбасын асырау, отбасы мүшелерінің барлық міндеті. Армияға бару, егер зорлық болып жатса, неге армиядан олар баруға мәжбүр, және армиядағы зорлықпен неге күреспейміз біз? Немесе буллинг. Лудомания ең үлкен мәселе меніңше қазақ еркектерінің. Тіпті ажырасудың топ 3 себебіне лудомания мен наркомания кірді. Енді біз оған еркектер, сіздер өз проблемаларыңызбен өздеріңіз қалыңыздар, өздеріңіз шешіп алыңыздар проблеманы деп айтпаймыз. Бірге күресейік, бірге шешейік. Отбасыңыз теріс айналып кетті ме?
наркоманиялық бізде орталықтар бар тегін көмек көрсететін. Отбасыңызға оралыңыз, сіз жалғыз емессіз, суицид жасамаңыз, зорлыққа бармаңыз деп айту ол феминистердің де міндеті. Бірақ та бізді медиа басқаша көрсетуге тырысады. Және екінші тарабы сол ойын құмарларды тәрбиелеп жатқан кезінде жалғыз басты аналар ғой, жалғыз қалған. Яғни олар әйелдің ғана тәрбиесін алды. Олар еркектік мыс жоқ деуге де болады. Келісем, 90 жылғы әкенің тәрбиесін көрмеген еркектер қылмысқа көбірек барады икемді деген зерттеу бар әлемдік деңгейде. Яғни 3 жасқа дейін, 5 жасқа дейін әкенің тәрбиесін, әкесінің махаббатын көрмеген ер азаматтардың қылмысқа бару ықтималдығы бірнеше еселене түседі. Және құмар ойындарына тәуелдікке бару еселенеді. Бұл факт, бұны қабылдау қиын болуы мүмкін, бірақ та түсіну керек. Яғни әкенің орнын, әкенің тәрбиесін ана баса алмайды. Ана басуға тырысу жүр. Бізде әке де, ана да болып жүрген аналар бар. Бірақ та әкенің беретін мейірімінің ұл балаға, әкенің өмірінде болуы өте маңызды. Дұрыс айтасыз. Жалпы біздің қоғам феминист тире лесби, еркек шора, өте агрессивті әйелдер дейді. Иә. Олай емес қой? Ол ақштың медиасындағы, киносындағы жылдар бойы қалыптасып қалған медиа. Яғни боянбайтын, шашы қысқа, батыста оқыған, отбасы институтын жек көретін әйелдер деп көрсетеді. Жоқ, феминистер әртүрлі. Отбасылы феминистер бар, бірнеше бала, көп балалы ана да феминист болады. Феминизм нәтижесінде ол білім алды. Феминизм нәтижесінде ода ажырасу құқығы бар. Феминизм нәтижесінде ол бизнес ашылады. Феминизм нәтижесінде ол Forbes тізіміне енді. Яғни себебі, оның салдары ол үшін біреу кезінде күресті ғой. 100 жыл бұрын қазақ әйелдер білім алсын деп күрескен Назипа апамыз нәтижесінде қазір бізде қазақ білімді әйелдер көп. Білімді әйелден қандай ұрпақ дүниеге келіп жатыр? Әлем деңгейінде тереземіз тең түсетін ұлтқа айналып келе жатырмыз. Ненің нәтижесінде? Мен өзімді фембикеге жатқызамын, және екі қызым бар, екеуінің феминист болғанын қалаймын. Әкемді, бауырымды, жолдасымды сүйем, сыйлаймын. Әрине, феминист деген ер азаматтар жек көру емес. Агрессивті емес, эмоциясыз қандай таңдау жайлы. Феминизм таңдау жайлы. Сіз тек қана мен феминист ретінде ұлдарша киінбеймін, ер азаматтарды жек көру емес. Ең бірінші, сіз өз мақсатыңызға жету үшін өзіңіздің таңдауыңызды орындап жүрсіз бе? Міне бұл феминизм. Енді білімді қыздарымызға оралайықшы. Бізде биліктегі әйелдердің үлесі қандай? Аз, иә? Өте аз, және құлдырап барамыз. Да жетпейді. Құлдырап баратырмыз. Құлдырап барамыз. Біз аймақта аутсайдерміз. Біз Қырғызстан мен Өзбекстаннан қалып қалдық. Саясаттағы әйелдер бойынша. Иә, ол факт өте ауыр түйіп жатқан факт. Неге десек, себебі 95 жылы біздің президент жағынан әйелдер жөніндегі комиссия ашылған кезде біз бүкіл әлемге жар салып былай айттық. Орта Азия елдерінің ішіндегі гендерлік теңдік бойынша лидер Қазақстан деп айттық. Иә, 95 жылы біз бірінші аштық. 10 женщина Ташкентте былтырған ашылды. Бірақ қазір Өзбекстандағы саясаткерлердің әйелдердің үлесі 38%. Бізде 18%. Себебі? Себебі бізде 2021 жылдан бастап квота бар, саяси квота бар, яғни партиядағылардың 30% міндетті түрде жастар, әйелдер және мүгедектігі бар адамдар болу керек. Біз осы бойынша талдаудың жанындағы, яғни сенат жанындағы талдау мектебінде мен әріптестеріммен бірге зерттеу жүргіздік. 10 мың әйел қатысқан сауалнама жүргіздік. Біз айттық, неге саясатқа бармайсыз? Ең көп жауап 30%-дан асқан екі жауаптың бірі отбасым қолдамайды, екіншіден уақыт жоқ. Саясатпен айналысуға уақыт жоқ. Неге? Себебі мен 40 сағаттық апталық жұмыстан келгеннен кейін мен үйдегі екінші маусымым. Бала күтімі, тамақ жасау, ата-енені күту, отбасыдағы WhatsApp чатқа жауап беру, оның барлығы уақыт энергияны қажет етеді, және оны қазақ әйелдер жұмысы деп қабылдайды. Әлбетте ол өзінің карьерасын, мансабын ойлауға жай ғана уақыты жоқ. Екіншіден бізде қоғам өкінішке қарай саясаткер әйелдерді қолдамайды, осыны мойындайықшы. Саясатқа биікке шыққан әйелдер болса, мысалы Жұлдыз Эсбергенқызы кеше ғана білім министрі болып тағайындалған кезде оқу ағарту министрі болып, комментарийлардың ішінде не еркек табылмады ма деген пікір болды. Мен еске салғым келеді. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 20-ға жуық білім министрі болды. 3 ғана әйел. Яғни осындай сұрақтарды, фактын, деректерді келтірген кезде олар ойлану керек деп ойлаймын. Қазір үкімет басында бізде 4 әйел министріміз бар, бірақ мәжілісте, сенаттардың әйелдердің үлесі әлі де аз. Неге? Себебі әйелдер саясатта көбірек болса, олар әйел мәселесін қатты айтатын болады, және олар өзара қолдайтын болады. Яғни әйелдер қандай зорлық көріп жатыр? Сталкинг, харассмент, жұмыстағы харассмент, сексуалды харассмент, көпбалалы аналардың төлемақысын көбейту, бала туғаннан кейінгі депрессияны қандай да бір емдеу жолдарына тегін психолог беру деген сияқты, тек әйелдер түсінетін мәселелерді әйелдер саясатта көп болмай, көпшілік ер азаматтар оны қолдамайды.
сол үшін де әйелдер саясатта көп болу керек. Сол үшін саясаттағы әр әйел үшін біз қуануымыз керек. Мысалы Закария ханым, Күнсұлу Закария ханым қазір вакытолып тапқан президенттің кеңесшісі болды. Ол кісіні де қылмыс алып тастады қызметінен. Енді ол кісінің еңбегі, меніңше, Қазақстаннан біреу Нобель алатын болса, сол кісі деп ойлаймын. Яғни ғылым саласынан ол кісінің берері де, тәлім тәрбиесі де, және ол кісінің біз үшін, ғалым қыздар үшін саясатта болғаны өте жақсы мотивация, үлгі еді. Яғни қыздар ғылыммен айналысыңдар деп айта беру ғана емес. Қазір вакытолып тапқан адам президенттің ғылым бойынша кеңесшісі. Керемет факт. Осының өзі ақ миллиондаған қыздарға мотивация береді. Қазақ қоғамында бізде байтал шауып бәйге алмас деген мақал олардың саналарында отыр. Және ол мақалмен күресу үшін 2 жыл 5 жыл жетпейді. Ол мақалды санадан өшіріп тастау үшін бізге 50 жыл керек. Қыз қуудың жаңа формасы десек болады. Яғни қыз қуудың жарыстың мақсаты не деді? Қызды қуып жет. Менше қазір бүкіл қазақ жігіт саясаткерлеріне мен қыз қууға қатысыңдар деп айтқым келеді. Қыздарды қуып жетіп көріңдер, қуып жете алмайсыздар. Қамшының астында қалуыңыз мүмкін. Өкініштісі, ақылды қыздарымыз сол ер азаматтарға, ақылсыз ер азаматтарға қызмет етіп жатыр. Солардың саяси баспалдақта көтерілуіне үлес қосып жатыр. Біздің қыздар over educated деп айтамын. Over educated деген, егер бізде ер азаматтар мен қыздардың білімін салыстырсақ, бізде қыздар білімдірек. Мен оны пафоспен айтып тұрған жоқпын, бұл факт. Бакалавр, магистратура, PhD ғалымдардың ішінде біздің қыздар еркектерге қарағанда білімдірек, академиялық тұрғыдан білімдірек, бірақ ол білімін іске асыратын орындар аз. Яғни бізде жабысқы еден деген ұғым бар гендеристикада. Ол әйелдердің тұрмыстан шыға алмай қалу. Яғни сізде 3 диплом бар, бірақ та сіз декреттен кейін еңбек нарығына ілесе алмай қалдыңыз. Сіз жабысқақ еденге жабысып қалдыңыз. Міне бұл проблема. Бұл әлемдегі бар проблема. Біз әйелдерге айтуымыз керек. Декретпен өмір бітпейді. 3 дипломыңыз ол сіздің туыстардан көрімдік алу үшін, анаңыздың менің қызым қызыл дипломға бітірді деген мақтаныш сөзі үшін ғана емес. Сіз қоғамға қажетсіз маман ретінде. Ана ретінде міндетіңізді орындадыңыз, керемет, сізге рахмет. Бірақ енді еңбек нарығына қосылыңызшы деген өтінішті сыпайы түрде жеткізгіміз келеді. Дұрыс айтасыз. Енді соны біле тұра біз әйелдердің өзіміз ұлдарға табынамыз, ұл туғымыз келеді. Менің өзім сол қысымнан өткен. Қыз туғаннан кейін 7 жыл араға салып ұлды болдым. Сол ұл туылғанша мен пассивті агрессия көрдім жолдасым тарапынан. Міне ұлым болса ғой, ол сыйласам бүйтер едім деген сияқты. Жарай, тудым ғой, уф деп ойладым. Тағы да енді серік керек ұлымызға, бір хулиган керек деген сияқты. Және ол менің кейсім ғана емес, ол екінің бірінде болып жатыр. Менде ол экологиялық жолмен болса, пассивті түрде. Кей азаматтар ұл таппасан тоқал алам деп қорқытады. Бізде, мен және жоғарыда айтып өткен қазақ отбасылары деген ұлттық баяндамада ең күлкілісі дейінші, ажырасудың себептерінің ішінде ұл тумаған үшін ажырасу деген себеп бар. Сонда менде сұрақ туындайды, отбасының мақсаты дүниеге ұл әкелу ме? Мен мүмкін тым романтик шығармын, бірақ махаббат, сезім, келісушілік қайда қалды? Бізде сауалнамаға қатысқандар Қазақстанда отбасы құрудың себебі 60% махаббат депті. Бірақ та ұл тумаған үшін ажырасу онда махаббат емес, ол тек расчет деген сөз, ол тек есеп. Яғни мынандай аргумент маған ұнамайды. Біз қазақтар азбыз, қазақтың санын көбейту керек. Кешіріңіз. Әлемде қазақтардың 20 миллион саны жағынан 4-5 миллионмен ақ адам сапасын дамытып отырған алдыдағы мемлекеттер бар. Мәселе санда емес, мәселе сапада. Мен бірақ түсінемін неге олай айтады. Себебі біз ашаршылықты көргенімізге әлі бір ғасыр болған жоқ. Бізде ол санамызда бар. Ол әлеуметтік амнезияға ұшырасақ та, біз санамыздың түкпірінде. Біз азбыз, біз құртылып кетуіміз мүмкін, біз тұздай құруымыз мүмкін. Мына жақта орыстар отырмында, Қытай отыр деген жоңғар шапқыншылығындағы санамызда бар бір фобия. Ұлт ретінде жоғалып кетеміз, ойбай жоңғарлар бар деген, сол санадан біз әлі арылмадық. Яғни жау сырттан келеді, қазақтар көп болу керек, сол үшін ұл туу керек. Кешіріңіз, қазір адамдар білекпен емес, біліммен жарысатын заманда жүрміз, ақыл оймен. Сол үшін осы жерде ұл туу деген тіпті мақал бар ғой. Әжелеріміз ұл туу деген мақал береді. Бірақ мен оны түсінемін. Себебі ашаршылықты көрген ұлт ретінде және 3 миллион қазақ халқын 20 миллионға жеткізген алтын құрсақ аналарымыздың арқасы. Алтын құрсақ аналарымызға мен бас иемін. Ескерткіш кімге қойылса алтын құрсаққа қойылу керек. Себебі жойылып кетудің аз алдында қалған ұлтты қазіргідей күйге жеткізу кімнің арқасы еді? Өзінің карьерасын, арманын, бала күнгі мақсатын құрбандыққа шалып 12 жатырлы ана болуға тырысқан сіз бен біздің әжелеріміз еді ғой. Сол әжелердің еңбегіне бас иеміз, бірақ қазіргі аналар әжелеріміздің ерлігін қайталағысы келмесе, ол үшін жазғырмау керек деп ойлаймын. Яғни баланың санын ұл тууға байланысты келетін болсақ, ұлға табыну тек Қазақстанда емес.
ол жалпы Азия елдеріне тән. Тіпті әлемде мынандай расчет бар, Америкада жүргізген зерттеу, бізде инфантицид деген дүние бар. Инфантицид және әйел адам УЗИден баласының жынысын білген кезде аборт жасап тастау, яғни қыз бала болса аборт жасап тастау. Соңғы 30 жылда Қытайда 150 миллион қыз дүниеге келмепті. Елестетіп көріңіз. 30 жылда 150 миллион қыз жай ғана тумай қалды. Те олар қыз еді. Бұны инфантицид дейді. Инфантицид, яғни ол қыз болған үшін қызды өлтіру. Бұндай статистика Қазақстанда жоқ, жасалып жатқан жоқ. Бірақ та менше жасалса, бізде де өте қорқынышты сандар шығады. Яғни 4-ші баласы қыз болған біле тұра аборт жасап тастаған қыздар бізде өте көп деген бар. Бірақ та мен қазір санын айта алмаймын. Біз ғалым ретінде нақты санға жүгінуіміз керек. Ондай сан болмағандықтан, менше бір 50 жылдан кейін осы есептеп көрсек болады. Қанша миллион қазақ қызы дүниеге келмей қалды. Себебі ұлтуар болмас үшін. Бұл өте үлкен трагедия, оны айту керек. Және осы жерде мәселе басталады. Қыздарға зорлық қашан басталады? Анасының жатырында жынысы анықталған кезде. Қыз болған үшін ол дүниенің жарығын көруге лайық емес, себебі ол қыз. Ал біз осы жерде екі түрлі көзқарас. Ол қыз болды, біз оны өлтірдік, бірақ ана, біз оны сыйлаймыз деген сияқты. Біз қоғамда ұлдарды қыздардан жоғары қоя беретін болсақ, бізде бұл жалғаса беретін болады. Яғни ұл бала қыз баладан артық, себебі ұрпақ жалғастырушы, ол мұрагер. Ұлтты тек қана қыз жалғастырмайды. Ол жалғастырмайды. Қыздар да жалғастырылады. Тастап кететін қандай мұраңыз бар? 2 кредитіңіз бе? 3 ипотекаңыз ба? Яғни мұрагер деген кезде сізге мұраға ол тек қана материалдық емес, ұрпақ қалу керек. Менің 7 бабамның шежіреде қыздар жазылмайды. Бірақ мен білем, кейбір руларда қазір шежіреге қыздарды қоса бастады. Ол өте қуантады. Мысалы, кейбір рулар, білесіз, қазақ халқында әйелдің атымен аталатын рулар өте көп. Бірақ та ол аңызды біз айтпауға тырысамыз. Себебі әйел рудың атын алуға лайық емес қой. Бірақ та шежіреге қыздардың қосылуы мені қуантады. Қыз жат жұрттың ұрпағын жалғастырады ғой. Бірақ дәрігерлер дәлелдеді ғой, 60% әкенің генетикасын қыз бала таратады. IQ қыздан, қыздың оқу үлгерімі жоғары болған сайын оның ұрпағы да ақылды болады деген. Бұл да кейде бір әйелдерге қатысты таңдау сияқты көрінеді. Яғни ақылды әйелді ал, себебі ұрпағының ақылды болсын. Ол әйелді қолдану емес пе? Миын. Яғни сіз әйелдіге де зат ретінде қарап тұрсыз. Ақылды әйелге үйленсен, ұрпағың ақылды болады. Сонда ақылсыз әйелдер бар ма не? Себебі әйелге ақылды ақылсыз деген лейблді қоятын кім? Бізге мүгедек бала туған кезде күйеуі не дейді? Сен маған сау бала таппадың дейді. Бірақ қазір ғалымдар дәлелдеп берді, генетикалық аурулар әкеден. Хронический аурулар бүйрек қабыну сияқты анадан. Ғылым бұны тәрбиеледі, типті немесе неге ұл бала дүниеге келмей жатыр деген кезде, ол биология 6-шы сынып қой. Хромосома XY, екі түрлі хромосоманың бірін ер азамат қана береді. Яғни әйеліңіз қыз тумай жатса, әйелді кінәлаудың қажеті жоқ. Енді әркім өзінің сеніміне қарай, біреу Құдайдан күтер, біреу асырап алар. Бірақ та дәл осы жерде әйелді кінәлау ол орта ғасырлық көзқарас. Генетика, ғылым, медицина дамымай тұрған кездегі көзқарастан арылсақ екен деген үміт бар. Ал мүгедектігі бар балалардың аналарының мәселесі Қазақстанда табу тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Яғни мүгедектігі бар балалардың аналары қайғысымен жалғыз қалады. Көп жағдайда әкелер, сен мен ұрпағымды құрттың, 7 атамызда бұндай болмаған деп екінші отбасы алып кетеді. Неге? Себебі тағы да ашаршылық кезінде пайда болған мақал бар. Әйел жолда, бала белде, бауыр табылмайды дейді. Бұл қашан шыққан сөз? Жоңғар шапқыншылығы кезінде ұрпағын алып қалу үшін. Бірақ қазір қай заман? Бейбіт заман ғой. Егер бала жолда, бала белде, әйел жолда десеңіз, онда сіз, білмеймін, хомо сапиенс деңгейінде келмеген сияқтысыз. Өткен жылы әйел құқығын қорғайтын, балалардың құқығын қорғайтын заң күшіне енді. Халық арасында салтанат заңы дейміз. Сол нәтиже бере бастады ма? Не өзгерді содан бері? Ол үлкен жетістік, осыны айтуымыз керек. Қазақстан 2017 және 2024 жылдар аралығында тұрмыстық зорлық-зомбылық, соның ішінде нақтырақ әйелдің денсаулығына жеңіл және орта зиян келтіру қылмыстық кодексте болмады. Яғни әйелдің денсаулығына жеңіл зиян келтірген үшін ер азаматтар тек қана айыппұлмен құтылатын. Қазір ол қылмыстық жауапкершілік алып келді. Қарапайым тілмен түсіндірсек, криминализация дегеніміз осы. Яғни әйелге қол көтерген ер азаматтар қазір бас бостандығынан айыру ықтималдығы өте жоғары, тек айыппұлмен құтыла алмайды бұрынғыдай. Не өзгерді десек, бұл эффект домино немесе политологияда айтылатын үнсіздік циклы бұзылды. Яғни қазақ әйелдері сезінді. Мені мемлекет қорғайды. Неге? Себебі Бишімбаев 24 жылға сотталды. Салтанат сияқты басқа елдер серпінді, тыныс пайда болды. Осы мемлекеттің азаматы ретінде Конституцияда жазылған, Конституцияның 1 бабындағы мемлекеттің ең үлкен байлығы адам оның құқықтары мен бостандықтары дегенді меніңше біз іс жүзінде
сезіндік. Менің денсаулығым құнды екен, менің өмірім бұл мемлекетте бір нәрсені білдіреді екен деген әйелдерде сенімділік пайда болды. Бізде жаңа толқын пайда болды. Бішімбаевтың сот процесін миллиондаған адам көргеннен кейін тек Қазақстанда емес, әлем көрді оны. Сол кезде бізде қазақ әйелдерінің бір жаңа үні, жаңғырық емес, бұрынғы таудың ішіндегі қараңғыдағы жаңғырық емес, айқын дауылпаздармен шыққан дауыстар шықты, және соның нәтижесі ретінде бізде биыл қылмыстық кодекске қыз алып қашу қылмыс болып қайта оралды. Және сталкинг қылмыстар қатарына кірді. Сталкинг ізіне түсу, яғни зорлық зомбылықтың алдын алу үшін біз бірінші сталкерларды қамап үлгеруіміз керек. Сол үшін бұл өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Қазақстан әйел құқығы саласында жасайтын әлі пионерлік идеялар өте көп. Және бұл тұрғыдан қазақ әйелдер түсіну керек. Сіздің өміріңіз құнды, және сіздің өміріңізді қорғайтын мемлекет бар. Өкінішке қарай статистика көңіл көншітпейді. Әлі де жылына орта есеппен 400 әйел жақындарының қолынан қаза табады. Бұл ресми статистика, бейресми тіркелмеген, арызын қайтарып алған, тағы ондай оқиғалар көп. Сондықтан бұл көрсеткішті кемі 3-ке көбейту керек. Өкінішке қарай, және болашақта біздің ендігі міндетіміз фемицид деген қылмыстық кодексіне енгізу. Фемицид және геноцид па деп сұрақ қойып қалдыңыз ғой. Фемицид әйелді әйел болған үшін өлтіру. Бұл бөлек бап болып енсе, нағыз жетістік болады. Біз сол кезде ғана 400 әйелдің санын азайта аламыз. Онсыз азайтуға жасалған талпыныстар жемісті емес деп айтуға болмайды. Жемісті, бірақ ол өте баяу жүру. Неге әйелді әйел сынайды? Оның аты бар, мизогония дейді. Бір әйел бір әйелді сынайды, көре алмайды, көп жағдайда аяғынан шалады, себебі патриархат бізді солай тәрбиеледі. Қыздар арасында достық жоқ деген сана бізде қалыптасты. Әдебиетте, мәдениетте, жарнамада, Голливудтың 99% фильмінде қыздардың достығы жоқ еді. Қыздар сүйген жігіт үшін таласатын, карьера үшін бір-бірін аяғынан шалатын, әдемі көйлек үшін комплимент айтпайтын, бір-бірін жек көретін, жыланды орда әйелдердің ордасы деген стереотиптер әлбетте біздің жүріс-тұрысымызды қалыптастырды. Әйелдердің ішінде достық болмайды деген ұғымды сеніп қалған қыздарға 100% сенбейді. Өкінішке қарай, ол қоғамның дерті. Біз бірақ соны жоққа шығаруға тырысамыз. Жоқ, қыздардың арасында әпкелік бар тіптен. Бізде феминизм толқын ішінде sisterhood деп атайды. Әпкелік бір-бірімізге әпке сіңіл деп қарау, дос ретінде қарау, әріптес ретінде қарау. Біз бір-бірімізге жау емеспіз. Және біздің бір-бірімізге жау болуымыздың себебі біз патриархаттың күннің астындағы орын үшін таласамыз. Күннің астындағы орынға таласқан кезде біз өзге қызды итеріп жіберу бізге кейде жеңіл болып көрінеді, себебі біздің санамызды әйелге жау деген көзқарас отыр. Осымен күресуіміз керек. Әйелге жау емес, әйелге әпке, сіңіл. Келсем. Және соңғы сұрағым, феминист ретінде идеалды еркектің портретін жасап беріңізші. Профеминист еркек деген бізде ұғым бар. Біз оны қазақша жаңа сөздікке шыққан фемингер деп бейімдеп алдық. Меніңше өте әдемі сөз. Феминист, және неге фемингер тек қана, кемеңгер тек абай болу керек. Кемеңгер дана деген сөз, фемингер феминизмді қолдайтын өте батыл еркектер деп айтамын. Себебі өзіне сенімді еркектер ғана феминистерден қорықпайды. Феминистерден қорқатын еркектер өзіне 100% сенімді емес деп айтады. Яғни өз бағасы сәл төмендеу немесе қорқады. Сіз неге қорқасыз феминистер дегеннен сұрақ қойыңызшы, себебі ол күшті ме? Қай жағынан күшті? Яғни сіз өзіңізге бағынатын әйелді іздейсіз, ал сізге қарсы шығатын әйелді сіз қауіп көресіз. Қауіп көрмеңіз, бірге серіктестік керек деген месседж тастағым келеді біріншіден. Екіншіден, профеминист еркек деген сөз мен бірінші Қазақстанда ол бала тәрбиесіне бірге қатысатын. Ол үйдің жұмысы еркек түзде, әйел үйде дейтін емес, әйел үйде емес, әйелде қазір түзде жүр. Сол үшін міндеттемен, отбасылық міндеттемен 50-50 бөлетін, әйелдің жеке шекарасын сыйлайтын, әйелді қорламайтын, тіпті балағат сөз айтқан кезде көңіл аударсаңыз, бүкіл әлем тілдерінде балағат әйелді қорлаудан басталады. Керемет. Біз кейде оған көңіл аудармаймыз. Бірақ ол сіз біреуді балағаттасаңыз, еркек азаматты еркек, сіз оны балағаттамайсыз, сіз оны анасына тіл тигізесіз. Яғни осындай рефлексия жасайтын ер азаматтар өте саналы отбасы құрады, және өте бақытты қазақстандық отбасылық моделінде ондай еркектер бар, қуантады, көбейтеді. Сондай еркектеріміз көп болсын. Көп болсын. Гендерлік теңдікті қолдайтын, және гендерлік теңдікке біз тек әйелдер болып жете алмаймыз. Біз бірге ғана жетеміз. Әйел бақытты болса, қоғам бақытты болады. Сау ұрпақ өседі. Әйгерім ханым, сізге көп рахмет. Керемет сұхбат болды. Сіздің жалпы қазақ қоғамына береріңіз, айтарыңыз көп. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбаттан қандай инсайт алдыңыз? Міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Рахмет назарларыңызға.